Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз іш қату мәселесінде сөйлесетін боламыз. Кімде запор бар, кімде қайта-қайта іші қатып қала береді, кім дәретханаға бір апталап, 3 күндеп, 5 күндеп бара алмай жүр. Осындай проблемасы бар адамдарға арналады. Және сонымен қатар үй жағдайында қандай өнімдерді көмектеседі, қандай өнімдерді қолдансақ құтыламыз. Осы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Ең бірінші не істеу керекпіз? Үлкен дәретке дұрыс отыру үшін 2 стакан жылы суды күнде аш қарынға таңертең ішуіміз керек. Не үшін дейтін болсаңыздар, біріншіден ол өтіңіздегі түнімен жиналған қою құрамды ол сыртқа шығуына көмектеседі, яғни біздің 2 стакан жылы суымыз. Әрине бұл 2 стакан жылы суды ішіп алып, менің запорым кетті, болмаса әлі маған көмектескен жоқ деген сияқты проблемалар болуы мүмкін. Өйткені ол сізде емделмегеннен хронический запор болып кетуі мүмкін. Ал ондай адамдарға бірден көмектеспеуі мүмкін. Сондықтан күнделікті рационыңызға аш қарынға 2 стакан суды қосасыз. Және біздің түнімен асқазанымызға, организміміздегі ішектерімізді іске қосу үшін осы 2 стакан су көмектесетін заттардың бірі. Екінші жағдай бұл клетчатка жеу, яғни талшықтар. Біздің жалпы қазақтар клетчатканы өте аз жейді. Өйткені біздің көбінесе тамақтануымыз қамыр тамақтар, ет, картошка, нан жейміз. Бұл сонымен қатар қара қою чай ішеді. Бұлар қайта-қайта бізді запор қылатын тағамдар. Сондықтан жалпы запор тамақтан болады, өттен болады, ішектерден де болуы мүмкін. Ең бастысы біз запор болмас үшін суды көп ішеміз және клетчатка жейміз. Клетчатка дегеніміз бұлар көк өністер, яғни жасыл шөптер, былайынша айтқанда. Оның құрамына капуста, шпинат, брокколи, петрушка, зелень, қияр, помидор кіреді. Жалпы осы тамақтарды біз күнделікті әрбір тамақ ішкен сайын қосып отыруымыз керек. Кішкене тостаған овощ жеп, біз оны запорымыз кетті дей алмаймыз. Өйткені ол біздің организмімізге өте аз. Сондықтан әр тамақтанған сайын біз көкөністерді көбейтіп отырамыз. Және фруктыны көп жемейсіз, өйткені ол тек күніне 2-3 жеміс жесеңіз жеткілікті. Келесі жағдай, күнделікті бір ас қасық тамақпен бірге зығыр майын ішесіз. Бұл біздің ішектеріміздің майлануына және сонымен қатар қойғыларды сыртқа шығаруға көмектеседі. Және күнделікті таңертеңгі асқа, түскі асқа, кешкі асқа көкөністерді қосасыз. Жалпы көкөністер жегеннен біздің жүрегіміз мықты болады және энергиямыз тасып жүретін болады. Жалпы ішектің 80% иммунитетке жауапты болады. Ал осы егер ішектің иммунитеті нашар болса, сіз ауруға ұшырай беретін боласыз және өте әлсіз боласыз. Мысалы, біреу қасыңызда түшкірсе, сіз де түшкіріп ауырып қаласыз. Жөтеліп тұрған болса, бронхит болып қаласыз. Жалпы кишечниктің иммунитеті төмен болса, біздің иммунитетіміз де төмен болады. Және сонымен қатар осы иммунитеттің 20-50% жауап беретін, яғни құртатын, біздің иммунитетіміз құртатын ол қант. Сондықтан қантты жеуді доғаруымыз керек. Келесі ол қара өрік, яғни оны чернослив деп атайды. Осыны рационға қосасыз. Бірден көп мөлшерде жеп алмаймыз, тек қана күнделікті 2-3 данадан рационға қосып отырамыз. Келесі бұл айран. Кисломолочный продукт болып табылады. Домашний айран өте жақсы. Сүт ішпейсіздер. Сүт керісінше ол біздің ішімізді қатырып тастайды. Сондықтан тек айранды ішеміз. Бүгінгі ақпаратымыз осындай. Жалпы запорға құтылу үшін ең бірінші жоғары айтып өткенде 2 стакан су ішесіздер. Күнделікті көкөністерді тамақтануға қосып отырасыздар. Және бір ас қасық тамақпен бірге зығыр майын немесе зәйтүн майын ішесіздер. Және сонымен қатар черносливті қосасыздар 2-3 данадан және айранды ішсеңіздер болады. Сонымен қатар көбінесе жаңағыдай жоғарыда айтып өткендей қамыр тамақ, ет, картошка, нандарды рационымыздан аламыз. Сахарды да рационнан алып тастауға кеңес беремін. Бүгінгі ақпаратым осындай. Пайдалы болса лайк басып, тіркеліп, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.